Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да екінші тарауды аяқтадық. Ол тарау қазақтың қанышы деп аталатын. Оқылған шығарма Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесі. Қаныш Сәтбаев геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Бұл нар тұлға жайлы кітаптар өте көп. Сіздер оқып танысқан Қаныш Сәтбаев роман-эссесіне автор өзінің жарты ғасыр ғұмырын арнаған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай дейді: жақсы шығарма жан серігің, сәтті сомдалған кейіпкермен қоса қуантады, ойландырады, мұңайтады. Жаңа шығармаларды әркез оқуға уақыт табамын. ЖЗЛ сериясымен шыққан Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев пен Евней Бөкетов жайлы терең зерттеуден туған кітабын сүйсіне оқыдым. Соңғы екі шығарма кәнігі металлург ретінде маған жаныма ерекше жақын. Бұл жерде ЖЗЛ деп тұрғаны «Жизнь замечательных людей». Бұл Мәскеуде шығатын ұлы тұлғаларға арналған кітаптар топтамасы. Осы кітаптар топтамасына Медеу Сәрсекенің 3 бірдей кітабы енген. Ол жаңағы өзіміз оқып танысқан Қаныш Сәтбаев роман-эссесі, Евней Бөкетов жайлы кітабы және Ермұхан Бекмаханов жайлы кітабы. Евней Бөкетов химик, металлург ғалым. Ал Ермұхан Бекмаханов тарих ғылымдарының докторы, тарихшы ғалым. Егер қызығушылық танытып жатсаңыздар, бұл тұлғалар жайлы да ізденіп оқуларыңызға болады. Біз оқып танысқан Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі Баянауыл аясында, екінші бөлімі Ұлытау жотасында, үшінші бөлімі Алатау баурайында. Өткен бөлімдер бойынша барлық алған білімдеріңізді бүгін осы 90-дық жиынтық бағалауда көрсетесіздер. Құрметті оқушылар, 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут, түсіну және жауап беру тапсырмаларын орындауға 5 минут уақыт беріледі. Анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 10 минут уақыт беріледі. Бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 20. Тапсырмалардың түрлері: таңдауды қажет ететін сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалау 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім түсіну және жауап беруді, екінші бөлім анализ және интерпретацияны, үшінші бағалау және салыстыруды тексеруге арналған. Бірінші бөлімде 5 сұрақ беріледі. Бұл сұрақтар тест сұрақтары. Дұрыс нұсқаны анықтайсыздар. Бірінші сұрақ: Қаныш Сәтбаевтың Семейде семинарияда оқып, білімін шыңдаған кезеңі қай бөлімде қарастырылады? Екінші сұрақ: оқуын әрі қарай тереңдетіп, ағылшын тілін үйренуге талпынған Қаныштың арманы орындалмай елге қайтуына не себеп болды? Үшінші сұрақ: Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің
негізгі идеялық мақсаты қандай? Төртінші сұрақ. Медеу Сәрсеке еңбегін арнаған тарихшы. Бесінші сұрақ. Медеу Сәрсекенің ядролық сынақ жайлы шығармасы. Енді екінші бөлімге көшейік. Міндетті түрде тапсырмаларды дұрыс нөмірлеп отырыңыздар. Бұл 6-шы тапсырма. Қаныш Сәтбаев: туған жердің тағдыры толғантпаған, жаны тебіреніп, ол туралы ойланбаған жігітті қайтып азамат дейміз. Туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат бөгде жердің алтын тасын да мақтап жарытпас. Осы ұлы тұлғаның бұл пікіріне қатысты өз ойыңызды білдіріңіз. Үшінші бөлім. 7-ші тапсырма. Төменде сіздерге Медеу Сәрсекемен жүргізілген сұхбат беріліп отыр. Берілген сұхбатқа сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазыңыз. Қаныш Сәтбаев роман-эссесі қаншалықты қиындықпен, зор еңбекпен жарық көргеніне назар аударыңыздар. Сілтеме арқылы сайтқа кіріп сұхбатпен таныссаңыздар болады. Және мен сіздерге осы бейне сабақта да осы сұхбатты беріп отырмын. Құрметті оқушылар, міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 5 сұрақ тест сұрақтары. Дұрыс нұсқаны анықтай алғандарыңызға бір ұпайдан аласыздар. 6-шы тапсырмада кейіпкер әрекетін көрсете алғандарыңызға 2 ұпай, өз көзқарастарыңызды білдіргендеріңізге 2 ұпай, түйін жасай алғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Екінші бөлім бойынша барлығы 5 ұпай. 7-ші тапсырмада берілген сұхбатты негізге алғандарыңызға 2 ұпай, өзіндік көзқарастарыңызды, сыни пікірлеріңізді танытқандарыңызға 2 ұпай, ойларыңызды мысалдармен дәлелдей жеткізгендеріңізге 2 ұпай, логикалық қорытынды жасай алғандарыңызға 2 ұпай, сыни пікірдің стилін сақтай отырып жазғандарыңызға 2 ұпай беріледі. Үшінші бөлім бойынша барлық ұпай саны 10. Жалпы жұмыс бойынша барлық ұпай саны 20. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.